Assalamualaikum ağa. Валейкум ассалам. Шелпектен алыс дейсіз, жұма ғой. Ай, бәрекелді, жұма мүбәрәк болсын бауырым. Рахмет. Ассаламуалейкум аға. Шелпектен алыс дейсіз. Астағфиралла. Не мынау? Шелпек қой. Жахил. Не істеп жүргеніңді білесің бе? Сізге бірдеңе дедім бе? Шелпек тарату харам. Есіңде болсын. Ей, бауырым, ашуланбасаңшы. Аузбилля. Маған айтасың ба? Сабыр етсеңші, бауырым. Ал ғой. Сен маған ақыл үйретейін деп едің? Сен өз мұсылмансың ба? Күмәнің бар ма? Мұсылман болсаң, дініміз неге сонша қорқыныш салып көрсіз? Айналадағы жұрт сенің іс-әрекетіңе қарап дініңе баға береді. Мен бар болғаны шелпек таратудың харам екенін түсіндірмін. Пайғамбарымыз айтады, дінімізді ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деген. Көрінгеннің бетіне қарап, діни сауатын ескерместен жұрттың бәрін хараммен қорқыта беруге бола ма екен? Сонда не, харамды көріп тұрып, үндемей өте беруім керек пе? Егер сен 7 шелпек пісіріп, оны садақа қылып таратудың сауабын білсең, сен олай айтпас едің бауыр. Пайғамбарымыз айтады, тандыр нан пісіріп, оны садақа қылып таратқанның сауабы 100 рәкат нәпіл намазының сауабынан да артығырақ деген. Міне, осы хадис түсінген ата-бабамыз тандыр нан болмаса да соған ұқсатып 7 шелпек пісіріп, садақа қылып таратқан. Сондықтан да бауырым, бұл сөзіңе таласым бар. Ал Құранда ең алғаш түскен аятта не айтылған білесің бе? Жоқ. Оқы деген. Алдымен білім ал бауырым. Харамды харам деп айту үшін де білім керек. Сонда не, сен шайхсың ба? Жоқ, қайдағы, мен құрылысшымын. Айтпақшы атым Дәурен. Сенің атың ше? Негізі Сабыржан. О, атың қандай керемет. Ендеше атыңа затың сай болсын бауыр. Дәретің бар ма? Бар. Жүр кеттік, жұма намазға барамыз.